Aksa'da Türkiye için cinadı. Şiirlerini aldık. Ay köşede oynadık. Құрметті бүгінгі үлкен жиынға жиналған барша қонақтар, біздің жанашырларымыз, ардақты ағаларымыз, Асқар-таудай ақжаулықты, ақшашты көріп қуанып отырмыз. Азиз аналарымыз, қош келдіңіздер. Енді атойлатып, ұрандатып, Солтүстік Қазақстан облыстық Сәбит Мұқанов атындағы Қазақстан драма театрының шаңырағы көтерілгені алғашқы қадамы. Осыдан өздеріңіз 100% деп айта берейін. Артық болмас, солай айтсам, барлықтарыңыз білесіздер. Осыдан 25 жыл бұрын 2000 жылы мемлекеттің жарлығы бойынша мәдениетті қолдау жылында арнайы Қызылжар қаласында үлкен облыстық осы қазақ театры ашылған болатын. Оған бір топ жігіттер мен қыздар, сол кездегі Темірбек Жүргенов атындағы театр және кино институты болатын 99 жылы. Кейіннен 2000 жылы ұлттық өнер академиясы болды. Сол 99 жылы театр және кино институты болып тұрған кезде сондай хабарлама келді. Солтүстік Қазақстанда, Қызылжар қаласында театр ашу мәселесі. Сол бір топ жігіттер мен қыздар сол таңдау Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері, ұлағатты ұстаз, 7 толқын, сол біз 7-ші толқыны болдық. Керемет аяулы ұстазымыз, өкінішке орай ол кісі 96 жылы оқуға қабылдады, бірақ 98 жылы өмірден өтіп кетті. Наурызбаева Татьяна Қасымқызы бастаған ұлағатты ұстазымыз. Қазақстанның халық әртісі
профессор Есімхан Обаев, доцент, кинорежиссер ұстаз Талас Камасиұлы, осы үш алыптан құрылған топтың ұстаздардың шәкірттеріне жалпы сол курсқа таңдау түсті. Ол мен қазіргі таңда айтар едім, ол біздің бағымыз шығар деп. Сондықтан сол кезде, үлкен әңгіме басталған кезде біздің курсқа Оразәлі Ақжарқын Сәрсенбек ағамыз арнайы келіп, курспен алғашқы танысып, осындай театр ашылайын деп жатыр, біз бірге барсақ, сол миссияны бірге орындасақ деп, сонда ағамызды бірден қолдай кетіп, біз 1999 жылы 5 декабрь күні 2 вокзалдан 16 пойыз Алматы Петропавл бағытындағы пойызға отырып, 1999 жыл 6 декабрь күні осы Қызылжар қаласына түскен кезде бізді ең алғаш сол кездегі Солтүстік Қазақстан облыс әкімінің бірінші орынбасары 92 жылдан 2002 жылға шейін 10 жылдай облыс әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарған бүгінгі біздің ардақты ағамыз Құдайберген Қалиұлы өзі қарсы алған болатын сол кезде. Қазақтың бауырсағымен, шашуымен және орыс ұлтының керемет нанды тұзыменен керемет қарсы алған сәттер. Сол уақыттан біз алғашқы дайындығымызды Николай Погодин атындағы орыс драма театрының базасында бастадық. 5-6 айдай сол жерде қызмет жасадық, дайындалдық, көптеген дипломный спектакльдеріміз қойылды. Сол Погодин сахнасында біз дипломдарымызды алдық. Бұның бәрін айтып жатқан себебім кішкене атмосфераға кірейік барлығымыз деген ниетпен айтып жатырмын. Содан кейін 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы көктем айында осы ғимаратты дайын болды да, осы ғимаратқа көшіп келдік. Оның бәрін қазір кісілер бар, арнайы тарқатып айтатын, мен жалпылама айтып жатырмын. Осы ғимараттан басталған 2000 жылғы өміріміз, Құдайға шүкір, күні бүгінге дейін атына нұқсан келмеген, дақпырты жайылған, көптеген республикалық халықаралық фестивальдардың алдында жүрген, тіпті мен кеше Оразәлі ағаға айтып отырмын, сол 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 жылдары Сәбит Мұқан театр келе ме екен бұл фестивальға, немесе келе жатыр екен деген хабарларды естіп, басқа театрларда кәдімгідей жаңағыдай тізгіндерін тартып тұратын кездер болған. Ол нені білдіреді? Сол кездегі мықты мектеп, мықты спектакльдердің нәтижесі деп ойлаймын. Сондықтан енді мен таныстырып өтейін. Сол бағытында, осы бір бағытта театрдың тарихына көз жүгіртіп, бүгін сіздермен біздер бір тарихқа үңілейік. Бүгінгі біздің конференциямыздың атауы тамырын тереңнен алған Сәбен театрының дара жолы деп әдейі қойып, тамырын тереңнен алған, яғни ол 2000 жыл емес, оны қазір сөз алушылар айтады. Біздің конференциямызға бүгін Солтүстік Қазақстан облыс әкімдігінің мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Абдрисов Досқол Нұржанұлы қатысып отыр. Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, мемлекет және қоғам қайраткері, осы Сәбит Мұқан 100 жылдық мерейтойына орай ашылған Сәбен атындағы театрдың бел ортасында жүрген құрмет, парасат ордендары, жуырда ғана осы 3-ші дәрежелі барыс орденінің иегері атанған Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, еліміздің аяулы азаматы, Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Құдайберген Қалиұлы ағамыз отыр. Сол біз Алматыдан келген кезде бізбен бастап, жаңа айтып кеттім, барлығымызды біріктіріп, ұйымдастырып, біздің әкеміздей, анамыздай, қасымызда тілекші болып бірге бастаған өнерді біздің театрымыздың алғашқы директоры, әрі бас режиссері, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, қаншама қазір ұстаздары бар, шәкірттері бар, көптеген режиссерлық өзінің ерекшелігімен қаншама спектакльдерді дүниеге алып келген біздің құрметті қонағымыз Оразәлі Ақжарқын Сәрсенбек ағамыз, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері. Ал енді бізді сол 98 жыл жаңа айттым, біздің ұстазымыз Татьяна Қасымқызы өмірден өткеннен кейін ары қарай сол апайдың жолын кім жалғастырады деген үлкен сұрақ туындады. Өйткені ол өте маңызды еді, және де қиын кезеңдер болды біз үшін. Сол кезде
апайдың көзі тірі кезінде Татьяна Касымовнаның Бекболат Болатжанұлына білді ме екен, сезді ме екен, білмейміз ғой енді, сол кезде айтып жүреді екен шет жағасын жеткізіп. Кейін апайымыз қайтыс болған кезде таңдау сол кездегі біздің институттың проректоры қызметін атқарып жүрді, ұстаздық, сахна тілінен, актер шеберліктерінен басқа да курстарға сабақ беріп жүрді. Құрманғожаев Бекболат Болатжанұлы армен қарай біздің ұстазымыз болып жалғастырды. Біздің театрымыздың, біздің курсымыздың жалпы сахна тілдік бағытын ары қарай ашып, актерлік шеберлікпен жұмыс жасаған Бекболат ағамыз арнайы бүгінгі таңда Шымкент қаласынан келіп отыр. Сонымен қатар біздің өзіміздің жерлесіміз осы театрда 2016-2017 жылдары әдебиет бөлім меңгерушісі қызметін атқарған, көптеген жұмыстар жасады, көптеген зерттеулер жасады, көптеген портреттер жасады. Бүгінгі таңда, Құдайға шүкір, біздің мақтанышымыз, қарындасымыз Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі, оның ішінде өнер комитеті, театр бөлімінің ішіндегі бас сарапшысы Бекмағамбетов Балжан қарындасымыз келіп отыр. Сонымен қатар біздің қаламызға осы мерекелік шараның бел ортасында болайық, бізде әсер алайық, бізде ат салсайық, бізде ертеңгі күні осы мақала қылып, рецензия қылып, жарыққа шығарайық, тарқатайық деп келіп отырған 3 батыр қызымыз келіп отыр. Мен сахнадағы екеуін театр танушы, өнер кандидаты Темірбек Жүргенов атындағы Қазақтың ұлттық өнер академиясының театр өнер тарихы мен теориясы кафедрасының профессоры Меруерт Жақсылықова Меруерт Болатхан қызы келіп отыр. Сонымен қатар театр танушы, өнер тану кандидаты Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы театр өнерінің тарихы мен теориясы кафедрасының профессоры Исламбаева Зухра Сумамбетқызы келіп отыр. Және осы сахнада ортамызда осымен 3 қыз деп айтып кеттім, 3 батыр қыз. Театр кәдімгі әлемінде батырып, шынайы ойларын ақты ақ, қараны қара деп ажыратып, тарқатып айтып жүрген, шынайы жанашырлықпен айтып жүрген біздің театр сыншыларымыз ортамызда. Анар Еркебаева отыр мінекей. Үлкен профессор, өнер танушы. Көп рахмет сіздерге. Жалпы сонымен қатар осы ортамызда театрдың алғашқы ашқан буыны келіп отыр. Жігіттер, қыздар, кешке біз кешкі шарада міндетті түрде сіздерді шақырамыз. 19:00-де үлкен шара өтеді. Сонда атақ, дақпырт, даңқтарын атап тұрып жеке-жеке айтатын боламыз. Мен жалпы айтайын, жігіттер мен қыздар орындарыңыздан бір тұрып қойсаңыздар, алғашқы театрдың қалаған жігіттер мен қыздар мінекей. Ардагерлеріміз отыр, Марфуға апай, Сай апайлар бастаған. Рахмет сіздерге. Енді жаңа айтып кеттім, 2000 жылғы тарихтан осы Сәбен театры бастау алатын болса, біз 1930 жылдарға қазір барамыз. Сол баяндаманы жасайтын Зухра Усманбекқызын мен ортаға шақырайын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының ұжымы сіздерді бүгінгі болып отырған ширек ғасырлық тойларыңызбен құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Менің мақалам Қызылжар қазақ театрының қалыптасу жолы деп аталады. Қазақ жерінде дала театрын тудырған өнерге бай қазыналы ел өнерпаздарының өздерінің кәсіби өрлеу жолын жаңалмай тапқандығына 19 ғасырдың соңғы жылдарында ашыла бастаған театр үйірмелері мен әдеби мәдени ортаға айналған халық үйлері дәлел бола алады. Еліміздегі мәдени өрлеу үрдісінің Ресеймен шектес аймақтарда бірінші қолға алына бастағаны белгілі. Бұл туралы жазған Қажығұмар Қуандықовтың зерттеу еңбегіндегі 1919 жылы Әлеби Жангелдин отряды қасынан ұйымдасқан Қызыл керуен, Семейдегі Ес аймақ, Қызылжардағы Талап, Орынбор мен Ташкент қаласындағы қазақ оқушылары мен мұғалімдері ұйымдастырған драмалық үйірмелердің жұмыстарын ерекше атау керек. Бүгінгі қазақ театрының көрнекті өкілдері өздерінің алғашқы сахналық қадамын осы үйірмелерден
бастағаны белгілі деген жолдар бүгінгі күн үшін таптырмас мәлімет. Бұл деректі Бағбек Құндақбайұлы Қазақстанның өзге қалаларында да 1890 жылдары ашыла бастаған халық үйлерінде орыстың жергілікті сауық қойлары ұйымдастырған труппалардың да жұмыстары жандана түседі. Қазан төңкерісінен кейін іле-шала құрылған Семей, Петропавл, Верный тағы басқа қалалардағы алғашқы орыс совет театрларының негізі осы сияқты труппалардан құралды. Мұның барлығы қазақтың ұлттық театр өнерінің тууына себеп болған жағдайлар деп одан әрі толықтырады. 20 ғасырдың басында Қазақстанда жылжымалы татар труппаларының гастрольдік қойылымдарының болғанын білеміз. Яғни еліміздің батысы мен шығысында, солтүстігі мен оңтүстігінде театр өнерін қалыптастырып, оны әуесқойлық үлгіде дамыту жұмыстарына татар труппаларының да әсері мол болған. Осындай үйірмелер мен әуесқойлық талап-талпыныстар арқылы мәдени өрлеуге бет бұрған Қызылжар театрының қалыптасу үрдісі 1936-37 жылдардағы тоталитарлық саясаттың өршу кезеңіне тап келеді. Бұл қалада қазақ театры ең алғаш 1936 жылы ашылған. Бұдан бір жыл бұрын студия ретінде құрылған ұжымға өнерге жақын жастарды жинайды. Бұл туралы Солтүстік Қазақстан газеті 1935 жылдың басында театр студиясы ашылып, ауылдардан өнерпаз жастарды қабылдайды. Мысалы, Преснов ауданының Сәбит ауылынан Сәкенов, Телюкин деген колхозшы жастар, Есенов деген ет комбинатының жұмысшысы, Байғожина үй шаруасындағы қыз, Иманқұлов, Жабин деген қорғансыз жастар қабылданады деген деректер келтіреді. Репертуардағы алғашқы спектакльдер Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан, Ғабит Мүсіреповтің Қыз жібек пьесаларында өнер көрсеткен студия оқушылары емтихан тапсырып, дипломдық спектакльдерінде тиісті бағаларын алып отырған. Жоғарыдағы баспасөз бетінде театр режиссері Кәрім Жабиннің Ленинская знамя газетінің 1937 жылғы ақпан айында жарияланған мақаласынан деректер келтірілген. Онда 1936 жылдың 1 маусымынан 15 қыркүйекке дейінгі аралықта театрдың Қызыл ту, Еңбекшілер, Көкшетау, Есіл аудандарында спектакльдер қойғаны, сол уақытта 63 спектакль, 10 концерт қойылғаны айтылады. Репертуарда Бейімбет Майлиннің Біздің жігіттер, Мұхтар Әуезовтің Тас түлек, Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсіреповтің Амангелді пьесалары болған. Мақала авторы Сатсел Жұмабаев театрда 1937 жылғы маусымында 30-дай жастарды қабылдағанын айтып, олардың аты жөндерін де атап өтеді. Одан әрі ол, осы құжат бойынша 1,5 жылдай жеке болған қазақ театры орыс театрмен қосылып, бұдан кейін Петропавлдық облыстық біріккен театр деп аталады. Театрдың директоры болып Гаец деген азамат тағайындалып, қазақ театрының директоры Кәрім Жабин орынбасары болып қалады. 1937 жылдың күзіне қарай қазақ театрының ұжым мүшелерін қудалау басталады. 1937 жылы 15 қыркүйекте театрдың бас режиссері Қажымұрат Жәркенов, театрдың әкімгері актер Сейфолла Байғожин, актер Тоқсанбек Кәрібаев сияқты мүшелерін алашордашыл деп жұмыстан шығарады. Сол жылдың 20 қазанында Кәрім Жабинді халық жауларымен қатынасы бар деп жұмыстан босатады. Бұлардың орнын басқа адамдармен толықтырғанмен тәжірибелі басшыларынан, актерлерден айырылған қазақ театры бұдан әрі әлсірей берген деп театрдың құлдырау себептерін ашып көрсеткен. Өздерінің шығармашылық қарым-қабілетін 2 жылға жуық уақыт ішінде байқатып үлгерген қазақ театры 1937 жылы 16 ақпанда қойған соңғы спектаклі Ғабит Мүсіреповтің Амангелдісі мен Шымылдығын жауып, 1938 жылдың 1 қаңтарынан бастап Гурьев қаласына көшірілген. Содан бері Қызылжарда тек іргетасы 1886 жылы қаланған Николай Погодин атындағы облыстық орыс театры ғана жұмыс істеп келген. Тәуелсіздік жылдарында орын алған еліміздің солтүстік өңіріндегі айтулы жаңалықтың бірі осы Погодин атындағы театрның ғимаратында 1999 жылдың 6 желтоқсанында алғашқы қадамын бастаған Сәбит Мұқанов атындағы Петропавл облыстық қазақ музыкалық драма театры іргетасының қалануы болды. Сол жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік өнер академиясының актерлік факультетін бітіруші студенттер
Ербол Шүкіров, Біржан Жалғасбаев, Батырбек Шамбетов, Аида Супатаева, Талғат Сыдықов, Нартай Сәрсебаев, Болат Мамытбеков, Мақсат Ақжолов, Кенжеке Ақжолова, Баянқыз Набиева, Мұрат Құсайынов, Нұргүл Мағауина, тағы басқалар Әуезовтың Қарагөз, Бөкейдің Құлыным менің, Сәбит Мұқановтың Аққан жұлдыз тәрізді дипломдық спектакльдерін қойып, кәсіби өнерге бет бұрды. Елбасы Назарбаевтың 2000 жылды мәдени қолдау жылы деп жариялау туралы 1999 жылдың 28 желтоқсанындағы номері 316 жарлығына байланысты Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Қажымұрат Нағманов 2000 жылы 7 қаңтарда Қазақ музыкалық драма театрын ашу туралы шешімін шығарады. Сөйтіп, елбасының өзі Қызылжар топырағынан шыққан көрнекті қайраткер Сәбит Мұқановтың есімін берген Қазақ музыкалық драма театры 2000 жылдың 15 маусым күні жазушының Аққан жұлдыз романының сахналық жүйесімен бұрынғы энергетик мәдениет үйінде ресми түрде шымылдығын ашты. 2005 жылы театр құрамына Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының актерлік бөлімін бітірген Дәурен Тойбазаров, Самал Тәшімова, Гүлжан Сыдықовалар келіп қосылады. Театр шығармашылық баспалдағын аттаған күннен бастап классикалық, тарихи, аударма және бүгінгі өмірімізді суреттейтін дүниелерді сахналауды қолға алды. Репертуардағы Мұхтар Әуезовтың Қарагөз, Оралхан Бөкейдің Құлыным менің, Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлу, Сәкен Жүнісовтың Елім-ай, Дулат Исабековтың Тыныштық күзетшісі және тағы басқа қойылымдар осының айғағы. Сол сияқты Болат Ұзақовтың Үміт, Сұлтанәлі Балғабаевтың Ең әдемі келіншек, Әлімбек Оразбековтың Бөртіп алмағаша, Сәкен Жүнісовтың Қысылғаннан қыз болдық, Проспер Мерименің Кармен, Гальдонидің Екі мырзаға бір қызметші, Марбайжиевтың Қалмыс, Шыңғыс Айтматовтың Шыңғысханның Ақ бұлты, Задорновтың Күйеуіңізді сатыңызшы сияқты шығармалардың репертуардан орын алуы театрдың іздерін байқатады. Сонымен бірге театрда Боранбаевтың Бәрінен күшті қорқақ көжек, Симонованың Алтын дәннің құпиясы, Әубәкіровтың Қожа мен спорт тәрізді балаларға арналған ертегілер болды. Қоғамдық әлеуметтік маңызы зор психологиялық, моральдық сипаты күрделі дүниелерді сахналауда бұл театрдың алғашқы күннен-ақ шығармашылық еркіндікке бой алдырып, ой пікірін ашық түрде жеткізуді көздегені байқалды. Бас режиссер Оразәлі Ақжарқын Сәрсенбектің Мұхтар Әуезовтің Қозы көрпеш баян сұлу трагедиясына жаңаша шешіммен келуі айтарлықтай жаңалық болды. Ол кейіпкерлер мінезінің спецификасына, олардың шығармадағы өзіндік орнына мән беріп, жағымсыз бейнелерді ақтайды. Спектакльде Ербол Шүкіров пен Нұргүл Мағауина ойындары табысқа жеткен. Жантық Шүкіров адам бойындағы сезімталдық пен терең ойдан туындайтын зұлымдықты алға қойса, Нұргүл Мағауина ойынында баянның жігіт атаулыны өзіне ғашық ете алатын нәзіктігі, қуанышы мен қайғысын жасыра алмайтын балаң мінезі басым түскен. Бұл қойымда әсіресе режиссура тапқырлығы, сахналық жаңа түр бар. Режиссер Оразәлі Сәрсенбектің көруінде Қодар да, Қозы да, Қарабай да Жантықтың рупоры. Жантық Қозы өлімінің тікелей себепшісі. Қозы мен баян өлімі шарттылық шешім сыңайында орындалу жағынан назар аударарлық дәрежеде. Режиссер Жантықты соттайды. Жантықтың сотталуы бұрын соңды қазақ сахнасында болмаған көрініс деген Әшірбек Сығайдың пікірінен Оразәлі Ақжарқын Сәрсенбектің Жантықтың қараулығын баса көрсеткендігін аңғарамыз. 2002 жылы Ғабит Мүсіреповтің 100 жылдық мерейтойына арналған 10-шы республикалық фестивальде Қозы көрпеш баян сұлу трагедиясы көрсетіліп, Біржан Жалғасбаевтың ең үздік Қозы, Нұргүл Мағауинаның ең үздік баян номинациясын иеленуі жас өнерпаздардың ынта-жігерін арттырды. Оразәлі Ақжарқын Сәрсенбек осы пьесаны одан әрі зерттеп 2003 жылы эксперимент ретінде сахналады. Шың басында деген атпен қойылған трагедияда кейіпкердің барлығы бірде Қарабай болса, енді бірде қимыл қозғалыспен қозған немесе Жантыққа айналады. Бұл қоғамдағы адалдық пен қатыгездіктің, әділдік пен қызғаныштың параллельдік үндестігін білдіретін режиссерлік тұжырым. Қураған ағаштар арасында бірдей киінген кейіпкерлердің пластикалық әрекеті осыны білдіреді.
Режиссер өзінің бұл шешімін біз бұл қойылымды шың басында деп атадық, бірақ бұнда қозы мен баянның оқиғасы жоқ. Егер пьесада кездесетін тақырыптың бәрін жеке-жеке бөліп алатын болсақ, қозы ұнамды кейіпкер, қодар дүлей күш иесі, жантық, ең жымысқы ібіліс деп аламыз. Ал біздің қойылымда осы қасиеттердің барлығы бір адамның бойында. Қойылымның кейіпкерлері көрсоқыр тобыр, сол кеудесі де соқыр тобыр, ойланбастан бірінің айтқан бірі тапжылтпай қайталап, жел қай жақтан соқса соның ығына жығыла кетуге даяр деп түсіндірген. Театр ұжымы сол жылы Мысырда өткен әлемдік эксперименталды театрлардың дәстүрлі фестиваліне қатысып, үздік ондықтың қатарынан орын алды және құрмет грамотасымен марапатталды. Репертуардағы осындай эксперименттің бірі Абайдың қара сөздерін жинақтап жүйелеген Мақсат Ақжоловтың Абайдың қара сөздері қойылымы. Мұндағы инсценировка авторы әрі режиссердің басты мақсаты ұрпағына жүрек тұңғиығынан үн қатқан ақынның 5 нәрсеге асық етер тұнық сөздерін сахна арқылы жеткізу. Абай дәуірінің киімі мен реквизит бутафориялары қойылымға тұтастық, көркемдік атмосфера берген. Театр актерінің ізденісінен туындаған бұл спектакльде Абай уағыздаған білім мен ғылым, дін мен адамгершілік философиясы алға шықты. Түрлі жанрда алуан тақырыпта репертуар түзген егемен ел театрлары 2005 жылы жеңістің 60 жылдығына орай Ұлы Отан соғысы тақырыбына жаппай назар аударған болатын. Сол негізде Қызылжар театрының сахналағаны Дулат Исабековтың Тыныштық күзетшісі шығармасы болды. Қиын кезеңде қоғамдық ауыртпалықты бір кісідей көтерген қазақ халқының тылдағы ерлігін паш еткен бұл спектакль актер әрі сол кездегі театрдың көркемдік жетекшісі Біржан Жалғасбаевтың режиссерлік жұмысы. Мұнда ол сахнаны күңгірт фонда алып, сол кезеңдегі ауылдың қиын да күрделі атмосферасын берген. Бас кейіпкер демесін басынан зақымданып есінен ауытқығанымен ішкі дүниесі адал, ел басына түскен қиындықты сезіне білетін жан. Бейбітшілік символына айналған оның соғыста атам деген бір ауыз сөзі бүкіл фашистік империяға қарсы көтерілген халық үні болатын. Психологиялық толғаныстан гөрі ойлау қабілетінің өзгешелігімен, қисынды әрі тапқыр әрекетімен ерекшеленетін Демесін рөліндегі Ербол Шүкіров оның жан айқайын түсіне білген. Кейіпкердің өзіне түсінікті, өзгеге түсініксіз 64-45 деген сөзін актер аларған көзімен, сұсты мимикамен, даусының қатқыл үнімен жеткізеді. Ел арасындағы алаяқ ұрыларды ұстап әкелгенде де Демесін Ербол Шүкіровтың өз ісіне адал берілгені көрініп тұрады. Ауылдағы адам тонау, кісі өлтіру, мал ұрлау сияқты соғыс қыспағынан өршіген сұмдық жағдайлардың кейіпкеріне қатты әсер еткен, енді сондай оқиғаларды болдырмауға күш салу қажеттілігін көрсетуге актер үлкен сенімділікпен, мол ізденіспен келген. Жалпы айтқанда, алғашқы жылдары кәсіби режиссерлердің болмауына немесе сан жағынан аз болуына байланысты репертуар таңдаудағы, оны сахналаудағы қиындықтардың өнер академиясын актерлік мамандық бойынша бітірген жастарға жүктелгені рас. Дегенмен қазіргі уақытта тәжірибелі әрі білікті отандық және шетелдік режиссерлермен шығармашылық байланыс түзе отырып, өрлеудің заманауи тұрғыдан дамудың жаңа белесін бағындырып отырған Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрын 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын және өнер белесінде биіктерден көріне берулеріңізге тілектеспін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Өте жақсы ұшымды ақпарат айттыңыз. Бірақ енді осы жерге кішкене мен тұздық болсын қосып жіберейін. Жалпылама енді айтылып жатыр, ақпарат дей тұрғанда біздің сол кездегі алғашқы театр ашылған кезде арнайы шақырумен келген Нартай, Сауданбекұлы, Мұхамедәлі, Испанов, Сержан Емелов сынды. Сержан Емелов мынау ең Қазақстандағы үздік звукорежиссерлардың біреуі болды. Соны Оразалы ағамыз арнайы Тюздан шақыртып жұмысқа қабылдады. Одан кейін сол жылы 2000 жылдың басында Нартай, Талғат, Мұхамедәлі деген азаматтарды ол кезде Ғабаңның атындағы Тюзда жұмыс істеп жүрген жерінен арнайы шақыртып келген болатын. Біздің енді қуаттау үшін труппаны, жан-жақты команданы мықты қылып толықтырып жинау үшін және Қырғызстаннан қателеспесем 99 жылы
сол үлкен академияны бітірген, ол кездегі театр және кино институтын. Арнайы бір ғана қырғыз группасы болды. Оның жетекшілері Оразалы ағамызбенен Қазақстан халық әртісі Талғат Теменов ағамыз болды. Сол труппа өте дарынды, ерекше труппа болды, курс болды. Соның ішінде арнайы шақырумен Батырбек Шамбетов пен Аида Сұпатаеваны шақырып келді. Ал енді қалған жаңа жігіттер қыздар, Жұматай Әміре, Кенжекей Ақжолова, Мақсат, Толқын, Баян, Мұрат, Разиля, Қажыбай, Шолпан, Мәншөк, Қуандық, Нұржан, Анар Алтыбаева, Анар Абдрешева, сол жігіттердің барлығы сол бір курспен келіп, содан кейін жаңа толыға бастады. Келген қонақтарға қосымша ақпарат болсын деп айтып отырмын. Содан кейін осы жерде біз қасиетті елде Қызылжарда табысып, әрмен қарайғы жұмыстарымызды күшейте түсті Оразалы ағамыз. Көп рахмет Зухра ханым сізге. Енді мен бірден Зухра ханымнан бастап келіп жатқан себебі мынау, жаңа айтып жатырмын ғой, осы әлемге енейік, тарихымызға барайық. Соның барлығын мен осы театрдың 25 жылдығы өтеді деп жарға құлағымыз жастыққа тимей, түн ұйқымызды 4 бөліп, күндіз ұйқыны, түнде күлкіні қойып, түнде ұйқыны шатастырып алып, күндіз күлкіні қойып жүрген кездерінің барлығында осы біздің солтүстік Қазақстан облыстық мәдениет және тілдерді дамыту архиві басқармасының басшысы Досбол Нұржанұлы әр сәтімді қолдап, бұл елге келетін азаматтар бірге болайық, бірге арасында қатысайық, мен тағы да бір тереңірек театрдың тарихымен танысай деген жақсы ниетіңіз үшін Досбол Нұржанұлы көп рахмет. Енді өзіңіз бір құттықтау сөзіңізді айтсаңыз, рұқсат болса. Қайырлы күн, қадірменді жиналған қауым, құрметті әріптестер. Бүгін біз қазақ өнерінің киелі шаңырақтарының бірі Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының 25 жылдық мерейтойын зор қуанышпен атап өтіп отырмыз. Ширек ғасырлық тарих бұл театр ұжымының шығармашылық табандылығы мен еңбегінің жарқын көрсеткіші, ұлттық мәдениетіміздің дамуына қосқан өлшеусіз үлесі. Театр халықтың рухани айнасы. Осы жылдар ішінде Сәбит Мұқанов атындағы театр сан алуан жанрда қойылымдарды сахналап, көрермен жүрегінен берік орын алды. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу, жас таланттарды тәрбиелеу, қоғамның өзекті мәселелерін өнер тілімен жеткізу жолында ұжым үлкен жауапкершілікпен еңбек етіп келеді. Өнер ордасының қалыптасуына атсалысқан барлық актерлерге, сол кездегі актерлерге, режиссерлерге, композиторлар мен суретшілерге, техникалық мамандарға және театр жанашырларына шынайы алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Және де арнайы өзіміздің ортамызда отырған сол кездегі әр нәрсенің, әрбір мәселенің, сұрақтың өзінің себепкері, жанашыры болады. Сол кезде билікте жүрген осы мәселені білеміз ғой, енді жайдан жай сұрақ көтермей, осы солтүстікте театр керек деп. Сол кездегі басшылықта отырған өзіміздің ардақты ағамыз, міне жаңа Біржан Нұрхан алдында айтып өткендей, Құдайберген Қалиұлы. Өзіңізге үлкен рахмет. Сол кезде жігіттерімізді, қыздарымызды, қазіргі енді ағаларымыз ғой, енді апаларымыз 6 желтоқсанда вокзалдан қарсы алып, өздеріңізге үлкен рахметімізді айтамыз аға. Бүгінгі белес сіздердің тынымсыз ізденістеріңіздің, шығармашылық рухыңыздың нәтижесі. Құрметті театр ұжымы, сіздерді айтулы мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, алдағы шығармашылық жолдарыңыз табысты, сахналайтын қойылымдарыңыз мазмұнды мәнді болсын деп тілеймін. Театр шамы ешқашан сөнбей, көрермендердің ықыласы әрдайым биік болсын. Мерейлі 25 жылдық құтты болсын. Ұлттық өнеріміз жасай берсін. Көп рахмет. Досбол Нұржанұлы. Енді жаңа Досбол Нұржанұлы жай айтқан жоқ, Құдайберген ағамызды. Сол кездегі жарайды идея бар, тапсырма бар. Бірақ өмірге оны қалай алып келуіміз керек? Қандай сұрақтар болды қиын? Қандай ғимарат таңдалады? Оның жөндеуі қалай болады? Оны театр жалпы ғимаратына қалай алып келінеді? Басқа театрға келмейтін ғимарат болса, сондай толып жатқан шешімі ол кезде белгісіз,
Тіпті сол кезде мен есімде, Құдайберген аға, бюджетте қаражат жоқ, ең қиын заман, мынау тоқыраудан қайтадан боламыз ба, болмаймыз ба деп. Ол кезде Құдайберген ағамыз, жаңа айтып өттім, солтүстік Қазақстан облысының бірінші орынбасары, ең күрделі ауыр сала, ауыл шаруашылық саласының сұрағымен айналысатын. Жер реформасы бар, егін реформасы қалай болады деп жүрген кезде тағы да мынандай алдыға мақсат қойылады. Сол кезде Құдайберген аға қалай болды жалпы бір сол кезге бір саяхат жасап көрейікші аға, рұқсат болса өзіңізді. Біздің батагөйіміз, біздің ақылшымыз, біздің тірегіміз аға. Алла амандық берсін. Жуырда ғана 80 жылдық мерейтойын атап өтті Құдайберген аға. Құтты болсын аға. Ассалаумағалейкум, жерлестер, және біз осы бір жарты жыл болды ғой деймін, енді бір жыл болды деп айтуға да болады. Қонақтарымыз, бірінші осы театрдың аяқ басып кетуіне сіздердің үлестеріңіз, жас түлектер, сіздерді аса құрметпенен көргеніме өте ризамын, қуаныштымын. Бақытты болыңдар, табысты болыңдар. Келешекте бұдан да жоғары жетістіктерге жете берулеріңізге біз тілектеспіз. 25 жыл деген көп уақыт емес, бірақ оның қызығы да, шыжығы да ауыртпалығы болады ғой әр нәрсенің. Жалғыз театр емес, қай жұмыс салатын болсақ, сондай өзінің ерекшеліктері бар ғой. Бұл мәселені ең бірінші облысымызға Қажымұрат Ибраевұлы Нағыманов, одан кейін бір жылдан кейін, жарты жылдан кейін Есімханов, Қуат Есімханович деген азаматтар келді. Нағыманов әкім болып келді, анағысы орынбасары болды, Қуат Есімханович. Міне үшеуміз осы Қоян-Қолтық өте жақсы жұмыс жасады. Сонда Нағымановтың айтқан сөздері әлі есімде. Ең соңғы президентке, елбасына Нұрсұлтан Әбішевич кірген уақытында сені Қажымұрат солтүстік облысына жайдан жай жіберіп жатқан жоқпын. Онда жіберетін азаматтар бар. Бірақ сен қазақшылсың, сенің намысың бар, сен патриотсың қазақ халқы үшін. Сондықтан сені таңдадым. Енді сен бар, жұмысқа кіріс, қолыңды сыбанып. Қазақиландыр солтүстік Қазақстан облысын деп айтты. Қазақиландыр. Салтын, дәстүрін, мәдениетін, бәрін түгел, тілін, ділін, бәрін түгел қолың алып, осы мәселе бірінші менің тапсырмам саған деп айтты дейді. Соны келгеннен кейін бізді шақырып алып, бір-екі ай барлығын аралап өткеннен кейін ояға шақырып алып айтты ғой, не істейміз? Біз мінекей Сәбеңнің 100 жылдығы келе жатыр. Президенттің осындай маған берген қадап берген тапсырмасы бар. Қалай қыламыз? Енді осыны мәдениеттен бастайық. Бұрын осырда театр болғанын мен естідім. Жігіттер маған тарихты бәрін түгел айтып берді. Енді соған бірінші ғимарат іздейік деді. Сонымен біраз жігіттер сол мәселемен айналысты. Айналысып осы энергетиктер сарайы екен. Ол кезде ақша жоқ, жаңа театр салуға мүмкіндік жоқ. Ал енді осының өзін таңдап алғаннан кейін енді әрмен қарай қалай істеу керек? Уақыт деген тығыз. Олар айтты, осы мәселелерді шешу үшін артынан келісеміз. Қазір енді осында кімдер істейді? Біздің өзіміздің істейтін әртістеріміз жоқ, қызмет жасайтын ешкімді жоқ бұларда. Сондықтан Қуат Есімхановты Алматыға жіберіп, Арман Қартай осы сұрақтармен тікелей Қуат Есімханович айналысты. Енді бізді барлық заңдарын, ол кісінің өзі ниеті солай еді, әр уақытта заңдарын шақырып алатын, руководитель аппараты бар, қаланың әкімі бар, бәрімізді түгел шақырып алды. Сосын айтты, осылай міне біз таңдадық. Ешқандай қарсылық жоқ, құжаттарын бәрін түгел дайындадық. Енді ремонтқа жөндеуге кірісеміз деп. Соныменен ақша жоқ деді, бірінші рет айтты. Сосын біз енді ақша жоқ дегесін кішкене болса да көмектесу керек қой деп. Сонда Қажекең айтады, ақша болса дұрақтарды салады ғой дейді, ремонттайды дұрақтарды. Ақша болмағасын сендерді кәдімгі ақылды, осы елдің жақсы көретін үлкен қызметте жүрген кейбіреулердің осы елдің азаматтарысыңдар, сондықтан көпшілікпенен саламыз.
инвестор, ол кезде инвестор емес, жаңадан өсіп келе жатқан кәсіпкерлер бар, солар арқылы деп. Соныменен осында алып келді, қайда мына ішінде ана жағына кіруге біраз уақыт тұрып қалған ғой енді. 91 жылы құлайтын болса, 99, 8 жыл, 9 жыл ғой, 9 жылда несі қалды дейсіз бұл ғимараттан. Соның барлығын түгел аралап шығып, осы залға келдік, десек полковник алып келді да айтты, міне, мына зал, мына сахна Верняк деген азамат болды. Ол бірінші зал болды, тоже бірінші зал. Строительство, ауыр өнеркәсіп сондай менен айналысатын. Соған тапсырма берді, міне, саған осының бәрін түгел, қағазда бәрі түгел бар проектті, қалай, не істеу керек, қалай болу керек, тағы да оның ішіне өзгерістер енгіземіз. Мынау істеген сайын өзгерістер болып отырады, солай шешеміз. Ол сенің мойныңда деді. Соныменен ана фойеге шықтық, оны Есімхановқа берді, финансистке астыңғы этажды берді, комнаталар бәрін ол үшін түгел бөліп берді бәрімізге. Уақытында айтып жатыр, жұмасында бір рет кездесеміз осында. Ал енді маған бергені, маған айтты, түгел мынау сыртын благоустройство. Асфальты бар, ағаш отырғызулары бар, сырлауы бар сыртқа, внешний вид дейді ғой. Соның бәрін түгел сіздің қолыңызға тапсырамыз. Сол бір жұмадан бір жұма өтеді, бізді алып келеді осында. Әлі ақша шығарып, таба алмай, үйтіп қысылып жүрген уақыттар ғой. Біразын енді естідік те, көрдік те. Бірақ өзімізді енді түсінеміз ғой, керек екенін барлығымызда. Әкімнің осылай шырылдап жүгіріп жүрген уақытында өткізу керек екенін. Соған біз де кірісіп, қолды сыланып, осына енді сол апрель, майдың аяғында, апрельдің аяғында бітірді деп айтуымызға болады. Содан кейін енді оған шейін әгінді айтты, ана орыс театрында, пагодың атында олар өздерінің жұмыстарын жасай берді. Енді күндердің күнді айтты, осылай келе жатыр, қарсы алуымыз керек, кімдер бару керек деп. Әкім шешеді ғой барлықтан. Соны бірінші жолға келіп тоқтады, жас жігіттер. Енді мен өзім ол кезден оны ойлайтында уақытта жоқ. Қазір күннен ойлап отырсам, енді бұларды первопроходцы дейді ғой, бірінші келген, солтүстікті білмейді, табиғатын білмейді, және естісе де көпшілігі болмаған бұл жерде. Енді танымайтын елге, танымайтын жерге, танымайтын халықтың ортасына жап-жас балалар 17-18-дегі солай келіп түсу деген оңай нәрсе емес. Сондықтан сендер кереметсіңдер, батырсыңдар деп мен өзім сондай қорытындыға келіп отырмын. Сендерді өзім ауыл шаруашылығы болғаннан кейін тың және тыңайған жерді игеру мәселесі бар ғой. Сонда комсомольский путевкаға келген жігіттер мен қыздар болды ғой. Соларға теңеймін сендер. Сендер сондайсыңдар. Қандай керемет. Шамамыз келгенше қарсы алдық. Әгіндей жоғарыда айтқандай қазақтың салты менен, дәстүрі менен енді тырыстық. Ол кезде балалардың есінде қалды ма, қалмады ма, кім білсін. Біздің есімізде де онша қалған жоқ, басқа жақ. Соныменен орынластырып, әр жерге шу, төрт деген сияқты сондай уақыттарды басымыздан кешірдік. Енді қазір Алла Тағала шүкіршілік етеміз. Ең бірінші айтатынымыз мынау әр нәрсенің, әр істің енді строительство іргетасы дейді. Қандай жұмыс болса да іргетасынан басталады, орыстар айтады ғой, фундаменттер. Осының фундаментін қадаған, жақсылап тұрып қадаған, жақсылап тұрып растворында бәрін аямай цементінде салған біздің Орекең деп білемін. Сондықтан Ореке, сізге көп рахмет. Нағыз табыссыз. Оның фундамент нашар болатын болса, қисайып кетеді, батырып кетеді, құлап кетеді. Бірақ ондай болған жоқ. Өзіңіз қалай соны істедіңіз, әрмен қарай жалғасып жатыр. Осы 25 жылдың ішінде бұл сіздің еңбегіңіз деп ойлаймын. Рахмет сізге. Шынында да әрі режиссер болу үшін, әрі директор болу үшін. Ол кезде тоже ақшада ол кезде жоқ, халықта да ақша онша көп емес. Осының бәрін үйлестіріп, ретіне келтіріп, жастарменен тіл табысып, бір мақсат қойып, сол мақсатқа қалай жету үшін деген, сол мақсатты жету үшін жұмыс істеп, соған жеткен Оразалыға шынында да інімізге көптен көп өзім рахметімді айтамын. Алла Тағала тек қана бақыт берсін, денсаулық берсін деп, әлі де Оразалының беретіні көп творчествоға біздің еліміздің, сондықтан әлі де ұзақ өмір сүруін тілейміз. Ал енді
жастарға келетін болсақ, сіздерге де кешке де айтылар, тағы да қазір де айтайық, шынында да сендер біздің қарлығаштарымыздар. Театр жабылып, Гурьевке кетті. Сол Гурьевте біздің біраз туыстарымыз қалды сол жақта. Қазір сол жақта немерелер өмір сүріп жатыр енді. Сондай бір қиынсыз заман болды ғой. Соның қайтадан түтін түтіп, отын жағып, маздатып, мінекей қазір үлкен табыстарға жетіп жатырмыз. Енді одан оразалы кеткеннен кейін інімізді айтпай кетуге болмайды. Қуандық ініміз болды. Көп жыл ол кісі де қажырлы еңбек етті. Әркім ол кісіні өте жағар сыйлады. Бірақ өмір жасы осылай енді өмір ғой, өмір болғаннан кейін жазудан озу жоқ дейді. Ертерек кетіп қалды. Бірақ біздер де, сіздердің де жүректеріңізде деп ойлаймын. Ол кісінің жатқан жері жәннатта болсын. Оны енді мына Қажымұрат Ибрашевпенен кімді Есімханов екеуін айттық қой. Ол кісілерсіз бұл театр болмайтын еді, бұл ашылмайтын еді. Сондықтан ол кісілер де бүгін ортамызда жоқ, бірінен соң бірі кетті өмірден. Ол кісілердің де жатқан жері жәннатта болсын. Біз ол кісілерді ұмытпаймыз. Тарих бар, театр бар, істеген жұмыстары бар, олар біздің жадымызда деп ойлаймыз. Енді осы біздің бұрынғыдай емес, қазақтың саны өсті. Өскенде де енді қазір көп емес, біз сол 40-қа жете алмай жүрміз. Біздің облыс, кстати, айтып кетуге болады. Барлық облыстар, біздің қаламыз, біздің облысымыз, барлық республикалық қалалардың ішінде, облыстардың ішіндегі ең қазағы аз біз. Осындай жағдайда болып қалдық. Енді тұрмысып жатырмыз, кім біледі. Алла жазса, бірнеше программалар бар, қазағымызда 50-ге жетер деген үміттеміз. Соңында Алла бізге көруге нәсіп етсін. Бірақ соған қарамай, біздің солтүстіктің қазақтары керемет, мықты қазақтар. Орыстардың ішінде 7% қалада болған, 15% ауылда болған уақыттар болған. Соған қарамай тілімізді, дінімізді сақтап, өзімізше жұмыс жасап, атқарып орыстардан кем болмай өмір сүрдік қой. Әрден өмір сүріп келе жатырмыз. Менің керемет жастарымыз өсіп келе жатыр. Олардың бәрі ертең келешекте осы елдің тізгінін ұстайды. Әлі қазір ұстап жатыр. Әрмен қатты бұлар көбейе береді деген мен сезімдемін. Біздер көп рахмет айтамыз осы келген әкімдерге. Соның ішінде бізде Құмар Гевайш Ақсақалов деген Қостанайдың азаматы жұмыс істеп кетті 6 жылға жақын. Міне сол кісіге бірінші кездесу болды. Бірінші кездесу болған уақытта біздің ініміз бірінші мастер спорта кім еді аты? Ескендір. Борец, бауырлы. Жамбыл деген ініміз сұрақ қойды. Айтты, келгеніңізді құттықтаймыз, бүйтеміз, ал енді біздің халықтың сұрайтыны бізге драм театр керек деп. Жаңадан драм театр керек, Ескендір ол кезде осындай жағдай болмады, оны түсінеміз. Енді біз осы халық қазір өсті, біз енді осындайға заслужили деген сияқты. Сол кісі осыны мәселені қолына алып, кететін жылы соның бәрін бітіріп, мінекей бізге бәрімізге табыс етіп кетті. Қандай керемет ғимарат шықты. Өте жақсы. Ананың ішінде отырғанды білмеймін, енді большой театрды айта алмаймыз, енді малый театрларға соған барғандай болып шығам өзім. Білмеймін жұрттың қалай екенін, анандай светіған бәрін түгел көрген уақытта есін шығады, сондықтан ол кісіге де көптен көп рахмет. Енді осы тізгінді Қуандық ағасы біздің інімізден алған Біржан да жанын аямай жұмыс жасап жатыр. Осы театрға еңбегін сіңіп жатыр. Біздің халқымыз, еліміз Біржанды жақсы сыйлайды, құрметтейді. Марапаттарын алып жатыр, құрмет орденін да алды, депутат та болып сайланып жатыр. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Бәрі бар енді, Құдайға шүкір. Алла енді тіліміздің сақтылық, табысты болсын жұмыстары деп соны ғана тілейміз. Қолымыздан келгенше көмекке әр уақытта дайынбыз, көмектесіп тұрамыз, сөйлесіп тұрады, ақылдасып тұрады. Жақсы, сіздердің айтып кеткен әңгімелеріңіз бар шығар, тапсырып кеткен, соның бәрін түгел бүгінгі шейін істеп жатыр. Міне барлықтарыңды жинап, осында алып келу үшін көптеген жұмыс атқарды. Біз де сіздерді сағындық. Сіздер де біздерді сағындыңыз, Кәкімбек ағамыз айтқан сияқты қоштасу мен кездесудің арасын жалғастырып жатады екен сағыныш деп, біз сіздерді сағындықпен қарсы алып отырмыз. Сәт сапар тілеймін сіздерге, жақсы өткізіңіз осы күні. Қайырлы болсын барлықтарыңыз.
Мен анау поручение алып отырмын. Осы облыстық ардагерлер алқасының мүшесімін. Соған маған бұндай тапсырма берді. Анау құттықтау, поздравительный адрес дейді. Соны тапсырасың деп. Оқып бересің деп айтты және. Мен оқымай тапсыра салсам қалай болады дедім. Жоқ, оқып беру керек деп. Енді қарттардың айтқанын істемесе болмайды, олар ренжіп қалады. Сондықтан уақыттарын талап, кешірім сұрай келе оқып берейін. Құрметті сахна саңырақтары, сіздерді қазақ өнерінің өңіріміздегі еңселі шаңырағы, ұлттық руханияттың киелі ордасына айналып, көрермендер қауымының сүйіспеншілігіне бөленіп отырған облыстық Сәбит Мұқанов атындағы қазақ сазды драма театрының 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан ширек ғасыр бұрын Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегіші, теріскейде ұлттық театр іргесін көтерген алғашқы қарлығаштардың қанаты бекіп, республикалық, халықаралық өнер сайыстарында биік шыңдарға көтерілгеніне замандастарымыз сан мәрте куә болып шаттанды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Біржан Нұрмаханұлы жетекшілік ететін театр ұжымының алдағы уақыттарда жеңіс тоғыларынан көрінуіне сенімдіміз. Заңғар жазушы, жерлесіміз Ғабит Мүсіреповтің театр хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер деген сөздері сахнаны өмір мұрат еткен сіздерге ерекше жауапкершілік жүктейтінін білеміз. Көрермендер жүрегіне мәдени қазынамыздың мөлдір білағын ашып, рухани нәр беріп жүрген сіздерге сарқылмас шабыт, шығармашылық табыс тілейміз. Солтүстік Қазақстан облысының ардагерлер кеңесінің және ақсақалдар кеңесінің төрағасы Елеусізов Ескендір Есмағұлы, Петропавл қаласы, 25 жыл 28 қараша, осы ортамызда отырып тұрып қойыңыз, есеге тұрып қойыңыз. Мен орындадым. Аға, Ескендір аға, Құдайберген аға, сіздерге рахмет. Өткенде осы тойдың қарсаңында хабарласып жатырмын ғой, Ескендір ағама да, Құдайберген ағама да. Аға, енді сіздер осы тойдың басынан сол таңертең басталатын шарадан кешке дейін бірге болсаңыздар жақсы болар еді деп қолдауын білдіріп жатыр, бірге боламыз деп жатыр. Аға, сіздерге, ағаларым, көп рахмет. Ардагерлерге, жалпы өңіріміздің көптеген ақсақалдарымызға үлкен рахмет айтамыз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Аға, енді Құдайберген аға жетер жеріне жеткізіп тұрып, жүрегінен шыққан толқып тұрып, толқынды сөздер жүрекке, әрбір жүректерге жеткізіп айтты деп ойлаймын. Енді театр ашылды, ғимарат бар, команда бар. Ары қарай қалай жұмыс жасаймыз, репертуарлық саясаты қалай болады, қандай спектакльдер қоямыз, қандай актерларға акцент береміз. Ары қарай осының барлығын творческий климатты дейді ғой, ауа райын қалай қалыптастырамыз деген үлкен, өте ауыр, күрделі сұрақтарға меніңше Оразалы ағам айтып береді ғой деп ойлаймын. Оразалы, рұқсат болса. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Лев Толстойдың айтатын сөзі бар: человек живет 7 лет. И всю свою оставшуюся сознательную жизнь он ищет свое детство деген. Мен енді қай бағытта, қай уақиғаны айтарымды білмей тұрмын. Мына жерде бәрі толып тұр. Оның бәрін ертең күні естисіздер. Себебі мен Құда қаласа, біз алдымыздағы жылы менің 75-ке келетін жылым. Соның құрметіне қарай жағынан өзім бір кітап жазып жатырмын. Өзге емес, өзім айтам деген. Ар жағын білесіздер ғой. Сондықтан мен бүгін егер айта алмай қалсам, себебі мүмкін емес. Ол әрбір 365 күн 365 уақиға болып жатты ғой. Шынында да біз декабристеріміз, мұзды жарып келген жаңағы ледоколдарымыз, мен министр шақырып алып, алайын бауырым, Мәскеуден бітіріп отырған мамандар көп емес.
сізді солтүстік Қазақстанға да барып отырмыз дегенде мен қалжыңдап айттым, біз оңтүстіктенбіз ғой. Мен айттым, аға, айтып отырғаныңыз қиыр солтүстік қой, ал мен қиыр оңтүстіктің адаммын ғой дедім. Сөйтіп еді, маған бір қазақтың жері ғой деді. Айналайын, содан кеттік. Бәрін Құдай берген аға жаңа осы оқиғаның бәрін әдемілеп тұрып айтып берді. Осы жерде отырған азаматтардың бір Құдай біледі деп айтайын, 90% соны білесіздер. Соның куәгері болғансыздар. Біз бірге қызмет жасағанбыз. Қазір мінекей жаңа шынында да керемет қылып Ақсарай, кеше күні бойы сол театр сарайдың ішінде болдық. Сонда театр салып берген екен. Оған ризамыз. Ол елдің жүрегі ғой театр деген. Ең күрделі мамандық осы өнердегі. Ондай болмаса, яғни ол болмайды. Яғни халықтың өзінің өнерін сыйлағандығы, ол өзінің тілін, дінін, ділін сыйлағандығының белгісі ғой. Кеше соның ішінде. Бірақ дей тұрғанда, мен үшін мына театр өзімнің бір сондай маған жылы, өзімнің бір үйім сияқты. Мынау азаматтар білет, бәрі отыр, бір жанда отыр. Таңғы сағат, түнгі сағат 4-ке дейін жұмыс істейтінбіз. Кеше айтып жатыр, кім мана Кенже айтты ғой деймін. Түнгі сағат 4-те Диляфруздың қалай 5 күйеуі деген 4 күйеуі мен қазір қатайғаннан кейін 5 болып кеткен ғой. Сол 4 күйеуінің таңғы сағат 4-те осы жерде прогонын жасағанбыз. Таңғы сағат 4-те. Анау бір сөз бар, искусство делает или фанатик, или сумасшедший дейтін. Құдай біледі, біз сумасшедший шығарымыз сол кезде. Бүткіл өнеріміз, өміріміз өнеріміз болып кеткен ғой. Валентин Гафтың айтатын сөз бар. Я свою жизнь прожил как чужую, чужую как свою дейтін. Сондықтан біздің кіммен кім араласып кеткенін білмейміз. Кей кездерде әйелімізді ұмытып кетеміз. Жоқ, сол Гүлбахран менің жарым, білесіздер. Тәні де сұлу, жаны да сұлу, болмысы да сұлу, оқымаған кітабы қалмаған. Мен сол кітаптың ең басына жазып қойдым, менің жарым туралы. Оңтүстіктегі біздің ауыл Төрткүл деп айтады, кішкентай ғана ауыл. Төрткүлдің қазақтың қара баласын сол Төрткүлдің қара топырағының ішінен тауып алып, адам жасап, азамат жасаған менің періштем Гүлбахраным деп. Шынында да, кәдімгі қасыңда сондай адам жүрген, ондай кітап көп оқыған адамды көрген емеспін мен. Ол өмірі қолынан кітап түспейді. Миллион кітап оқыған. Мен оның қасында қайда? Бірдеңке болса мен Гүлбахраны менің справочный бюро болатын. Не бір мықты-мықтан халық артистерінің барлығы сол Гүлбахранның білімінің арқасында диплом алып кетті. Біреу Москвада оқыды, біреу жаңа Санкт-Петербургта, андамында сол Гүлбахран звондайды. Гүлбахран айтып жіберші, ана кітапты деп. Сразу алады да ана кітапты айтып береді. Мағынасын, оның авторын қандай екенін, оның деп. Ол енді оны айтып кете керек шығар. Онан кейін жақсы айтып кеттіңіз. Шынында да мынау бұл жерде енді керемет. Ол өмірде жасайтын тұлғалар ғой. Нағмановтың бір айтатын сөзі бар еді. Ең соңғы рет кетіп бара жатқанда осы жерден министр болып, сол кезде маған Ореке, ірі болайық. Екеуміз жылап тұрмыз. Менің қолымда гитараны өлең айтып жатырмыз. Балалық, 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 балалық мінезім бар анық деген бір өзінің өлеңі болған. Сол жаңағы жерде ойбай арчамда бірден көрініп отырған. Сонда жаңағы сол Қажекеңнің керемет еңбегі ғой. Сол уақытта менің айлығым 12,5 мың теңге. Әртістер 7,000 теңге алады. 3,000 теңге ма? Масқара. Бір компоттың құны ғой қазір қарасаң. Солай. Бұлар жаңағы 3 күнге жететін шығар ақшасы. Қалған 27 күнді қарызбен өмір сүреді ғой. Сондай болды. Бірақ сол Қажекеңнің бір кереметтігі, үлкен азаматтығы, кіріп келеттен жүріп келіп отырады, мен репетиция жасап атам. Түн іші болып қалған 11 ма, 12 ма, ол уақытта әкім келеді деп ешкім ойламайды. Маған жасай бер жұмысын, жасай беріңдер. Маған көңіл аударма. Қалай көңіл аудармайсың облыстың әкімі келіп отырған кезде?
Қазір кейбір облыстарда енді ішімнің мен жаңағы огородына тасылаттырғым келмейді. Кейбір облыстардың әкімдері театрдың қайда екенін де білмейді қазір. Сонда ана кісі келіп ана жерге отырады, мен әлі күнге дейін білемін. Ана бұрышқа келіп отырады да, соныменен енді қалай енді біліп қояды ғой, мына репетиция жасап атамыз. Сол кезде бәрі шу өте қалады, сахнаға шығады. Сөйтті қалтасында, мынау ішкі қалтасында ана долларлары бар да. Сан әр қайсына $100 ақша береді ғой. Шыныменен көрдіңіз ба? Ол уақытта кім береді? Өзінің қалтасынан кәдімгі. Бір күні Москваға барып келдім деді. Оразәлі мен 2 күн болдым, 3 спектакль көріп келдім деді. Самолеттен түстім, әлі жұмысқа барған жоқтым, сендерге келдім сразу. Мен көргенімдегі, менің алған әсерім, сендер Москваның театрынан ешқандай кем емес екенсіңдер. Қайта артықсыңдар деді маған. Оның қасында жаңағы Есімханов Қуат, нағыз қазақтың сері жігіті. Сәкен сері, соңғы сері дейміз ғой, жоқ. Сәкеннен де кейінгі сері болған осы Қуаттар. Білесіздер, бой десе бой, түр десе түр, ән десе ән, сәні де бар. Кіріп келген кезде кәдімгі осы жігіттің керемет, осы жаңа жұлдызы ортамызда. Сондай азаматтар көмектесті ғой, бәрін. Соның арқасында. Әйтпесен тура біз келгенде қас қылғандай, поездан түсіп жатсақ, далада 43 градус аяз, онысы жел тұрып тұр. Ана жерде анау қыздардың бәрі енді бізге қарсы алуға ана көйлекпенен, ана ұлттық көйлекпен, қайдан ұлттық көйлек, жаңа шубаның сыртынан ұлттық көйлек киіп алғанда барлығы жаңа. Сөйтіп келіп, шашу шашып жатыр. Сонда менің айтқан бірінші сөзім бар, мына жерде көрсетіп жатыр ғой деймін. Сонда қалай келдіңіздер деді. Қалай жеттіңіздер? Мен айттым, біз жермен келген жоқпыз. Біз қанат бітіп ұшып келдік. Шынында да адамның көңілінде сондай бір сезім болмаса, ол андай өнер жасау мүмкін емес. Бір өзіммін, ешкімім жоқ. Келдім, бөтен қала. Ана аман келді. Қанайұлы еді? Қанайұлы. Ол кезде Лопухин ғой да? Лопухин Виктор Прокопьевич. Ол кісі неде екен, аяғын жарақаттап алып, сөйтіп больничныйда екен. Сол әбекеңменен екеуміз арыладық, бүткіл қаланы. Қазір түстен кейін кімге кіреміз деді. Әкімге кіреміз. Мен айттым, онда мен кішкен дайын болайын, маған айтып беріңіздер, қаланың тарихы, облыстың тарихы, өнері қай жағында жатыр деп. Содан кейін ол маған бәрін айтты. Содан отырғанбыз. Бір уақытта коридорда отырып, келмеген екен әлі. Түскі үзілістен кейін. Сон бір уақытта кішкене бұлай не пайда болды, келе жатыр деген. Сон мен бұлай бұрылып қарап едім, үстінде сеңсең қара тоны бар. Сеңсең білесіздер ғой, қара тонда. Қазақтың қара тоны бар, ұзын тобықтан келген. Бір кісі қасымыздан өтіп бара жатты, бұрылып та өтіп кетті. Сөйтіп еді ана әбекең маған айтты, облыстың әкімі деді. Сонда мен ойладым, облыстың әкімі қара тон киіп жүреді бұл жақта. Дубленка емес. Сол нағыз қазақтың мінезі ғой. Кеше кітабымда жаздым. Мен сол қара тонды бірінші рет көріп едім. Ол кісінің сыртында киген қара тоны ғана емес, оның бүткіл болмысы мен қазақпын, мың өліп, мың тірілгеннің нағыз үлкен азамат екен ғой деп. Содан кіріп сөйлестік. Анау, ассаламағалейкум, уағалейкумассалам. Я неге келдім деді. Бір отыр ғой бірақ енді. Мен айттым, осылай келдім. Я, не әңгіме бар? Мен айттым, қажеке кешіріңіз. Мен сіз танымаймын, сіз мені танымайсыз. Әзірге мен сіздің мынау қарамағыңызға жұмысқа кірмей тұрған кезде мен сізге қоятын 3 түрлі шартым бар дедім. Ана кісі күлді, сөйтсе ол кісіге өз мінезі шарт ете қалатын кісі ғой. Одиозный адам. Оған ешкім етіп шарт қоятын адам жоқ екен. Мен қайдан білейін әлі ол кісінің қарамағына жұмысқа кірген жоқпын ғой. Соны кейін айттым, менің 3 шартым бар. Бірінші шартым, мен көрдім мынау Погодин театрын дедім. Үлкен сол көнеден келеткен театр. Бірақ мен қазақпын. Мен қазақтың жерінде, қазақтың елінде өмір сүріп жатырмын. Бірақ орыс театрының ғимаратының ішінде жүреді екенмін деп, мен өзімнің қазағымның жерінде аяғымның ұшынан жүре алмаймын дедім.
бірінші шартым осы. Яғни бізге жеке театрдың үйі болу керек, жеке ғимарат салып бересіз. Үндемеді. Алдымызға шай қойып қойғанбыз. Екінші, мен айттым, мен жастарды алып келе жатырмын. Мен кеше ғана министрлікте болдым. Бізде театр ашу үшін шарты, оның екінші шарты, ол әрбір қызметкерлердің өзінің жеке басында үйі болу керек. Бәріне, оны қамтамасыз ете алмаса, онда театр ашуға хақысы жоқ. Ол шарт солай, условие солай. Соның кейін мен айттым, сондықтан мен бір 20 шақты актерді алып келе жатырмын. Жастар келен, әлі институтты бітірмеген әлі студенттер, соларға бәрін үйменен қамтамасыз етесіз, және сізге срок 2 апта дедім. Шынымен тура өстіп айттым. 2 аптаның ішінде не қыласыз? Олардың бәрі оңтүстіктен келе жатқан балалар. Көбісі, олар мына суықты білмейді. Үшінші шартым мен айттым, мен едім бұл жерге көркемдік жетекші болып келіп жатырмын ғой. Ана жақтан министрден сұрап едім, айтты, осы театрдың директорлығын тек мына облыс қана шешеді екен. Сіз шешеді екенсіз, яғни мен білмеймін, бұл жерге маған ертең кімнің директоры болатынын. Бұл жерде мен сол тағы да қолынан келмейтін біреу директор болған екен, ол бірінші бастық қой. Соның бетіне қарап отырам ба жалтақтап. А мен керемет спектакль қойым керек. Ертең күні тас түскен жеріне ауыр сіздер менен сұрайсыздар спектакльдің деңгейін. Ал бәрін шешетін қаражат. Яғни егер қаражат болмайтын болса, мен жақсы спектакльді қалай қоямын? Сондықтан мен айттым, егерде рұқсат болса, мені директор қылып сайлайсыз дедім. Шынымен. Осы 3 шартым бар дедім. Осы 3 шартым орындалмаса, дедім, айып етпеңіз, мен көрдім. Сол мен бағана келген пойыз сағат түнгі 11-де қайтады екен. Мен қайта берем үйге дедім. Кетіп қалам дедім сразу. Кешіріңіз, айып етпеңіз. Шынымен енді ол рас қой. Алдыменен сразу на этом берегу демекші, сол сразу келісіп алмасаң, ертең күні болмай кетеді ғой. Жаңа Құдайберген аға айтты, заманның қиын кезі. Мынаның бәрі шынында да барлығы, бұны жасалған тіршіліктің барлығы ол облыстың қаражатынан шыққан жоқ. Мен сол кісінің қасында отырдым, сонда жаңа бизнесмендер кіріп келеді. Ты Казахстане живешь, да? Ты казахское искусство уважаешь? Уважаю, Хажимурат Ибраевич. Так, а как ты относишься к театру? Ну, конечно, хорошо. Молодец. Давай $10 000. Все. Бәріне кәдің мен көзімше, менің астында отырған кабинетіме келіп отырып алады. Каждый не күні, четверг күні келеді, сол жерде келіп отырады. Мен кісінің қасында отырамын. Сол кісінің үлкен қайратын, қажыры менен, оның үстіне жаңағы Қуат Есімханов айтып отырмын ғой, иманды болғырлар. Керемет араласып тұрдық. Мен Астанаға барып, театрдың, Қалибек Қуанышбаев театрының директоры болғанда да, ол кісі министр транспорта коммуникации, онда да керемет араласып тұрдық. Екеуміз дос болып кеттік. Соны мен кітабымда жазып қойдым. 4 облыстың әкімі болған, жаңа оның кейін министр транспорта коммуникация болған Нағманов Қажымұрат Ыбырайұлы өз сөзімен айтсақ, дос дедім мен. Мен дос дейтін. Ей, досым, қайдасың? Солай болып кеттік. Сол бір ашықтығы, менің кей кезде де еркелігім бар, қаттырақ айтатын жерім бар. Ол кісі бәрін біледі, себебі ол ашық айтпасаң болмайды ғой. Тағы бір айтайын дегенім, енді бұл жерде сөз көп. Алып келдім. Бір жандарды. Мына жерде отыр бәрі. Бұлар әрине, мұны кім Қызылордадан, кенже Қызылордадан, әр қайсысы сол оңтүстіктен келгендер ғой. Мына күн суыққа шыдай алмайды. Далада жүру мүмкін емес. Қайда келдік, қандай өнері мына жерде. Театр жоқ, здание жоқ, түк жоқ. Сөйтіп тұрған кезде бір күні мен соны сездім де, мен бұларға бір не берейін дедім. Мен ғой жап-жас отырмын. Келіншегім менің жанымда тұрған. Менің петіштем. Соны кейін мен айттым, өзімше ойлап таптым. Мен былай бір іс жасайын. Бәрін ертіп алдым, естерінде бар шығар. Шолпан. Бәрін ертіп алдым да, Погодин театрының алдындағы Ағынтай менен Қарасайдың ескерткіші бар ғой. Сол жерге алып келдім. Күн суық, боран, бәрі қатып баратыр. Алдында тұрғызып қойдым. Тұр бәрі. Не сөйлемеймін мен. Бүйтіп тұр.
Содан кейін мен айттым, қайда келдік дедім. Бүйтеді барлығы. Қайда келдік? Жоқ, мына не көріп тұрсыңдар? Мына ескерткіш білесіңдер ме кімдікі екенін? Ағынтай ол осы жердің тумасы. Ал Қарасай Жетісудан, кіндік қана Жетісудан тамған. Ал онан кейін осы жерге келіп, осы жаққа топырақ осы жерден бұйырған ол кісіге. Сол заманда аттың жалы түйенің қомында, сонда ол кісі, сонда сол батырлар, олар не, біз сияқты аппақ төсекте, аппақ жарын құшақтап жатқысы келмеді деп ойлайсыңдар ма? Олар да тыныш өмір сүргісі келді. Бірақ біз үшін, біздің болашақ үшін, мінекей мына 9-шы орын алып отырмыз ғой өзі жер көлемінен. Осы үшін ол кісілер бүткіл жанның бәрін, тыныштығының бәрін құрбан қылып, махаббатын құрбан қылып, мінекей осы жерге бізді мына жерге сол Қазақстанның қазірін қақып кеткен жер. Біз әшейіне пойызбен әп-әдемі келе салдық. Сондан кішкене шыдаңдар. Айналайындар, шыдаңдар. Себебі біліп тұрмын, уже қайтқысы келіп жатыр да барлығының. Түк жоқ, не ол, не кабинетіміз жоқ. Сол сияқты, сол менің айтайын дегенім, айналайын, бәрін біліп отырсыздар. Сондықтан Құдайберген аға, барлығын әдемілеп тұрып айтып бердіңіз. Мына кішкентай қарындасым Зухра алтыным, Зухра бәрін әдемілеп тұрып айтып берді. Сондай уақиғаның болғаны рас. Оның бар ұзақ, білесіздер ғой, ол енді тек қана менің айтарым, мінекей сол театрымыз, қазақтың театры әлі күнге дейін өмір сүріп жатыр. Қазір мінекей ширек ғасыр уақыт болды. Құда қаласа 50 жылдық тойға да келем бе деп отырмын енді. Ол уақыттан мен ролына 100-ге келеді екенмін. Құдайберген ағадан 20 жас үлкен боламын ғой, не ол? Сол уақыттарда келеміз. Көңіл болса бәрі болады ғой. Көңіліміз әлі күнге дейін жап-жас, шынында да. Сол кеше енді соның және де біздің сол шынында да фундаментін қалаған, бір қабырғасын көтерген сол театрымыздың қазір үлкен атқа, атаққа ие болып, шынында да біздің заманымызда бір жаққа театр жаңа фестивалі болған кезде, мынау солтүстік Қазақстан театр келе жатыр десе, барлығы айылын жиі болатын сразу. Бұлар шаппай алады, бұлар бірінші орын болсылардікі, екінші орын ойластыра берейік бәрімізді. Әшірбек ағалардың кезі ғой бұл. Сондықтан солай бір әдемі кездер болды. Мынау адам өзі бір кеше кітабыма жаздым, өткен күнде белгі жоқ деген қазақта сөз бар. Мен айттым, өткен күнде белгі жоқ деген қазақтың бір жалпылама сөзі бар. Мен айттым, мен айтар едім, менің өткен күнімде белгі бар. Мен белгі салып кеттім. Себебі егерде өмірді мидай дала деп алатын болсақ, жап-жаз. Ал оның төбесі болады, жотасы болады, қыраты болады, қыры болады. Ал сол жотаның басына шыққан әрбір күнім, әрбір сәтім менің есімде. Соның біреуі, сол бір үлкен бір мүмкін бұл шыңы шығар. Мен өмірімде 3 театр ашыппын, өзім Талдықорғанда театр аштым. Осы жаңа солтүстік Қазақстанда, оны кейін өзімнің жекеменшік театрымды аштым. Жастардың эксперименталды театрын. Сондықтан менің өткен күнімде, яғни белгім менің сол, мен мақтанатыным сол. Мен бекер өмір сүрген жоқпын. Әйтеуір шайымды ішіп, мен кәдімгі нағыз жасадым қолымнан келгенше. Сонда мен бүткіл өмірімде мен алып шыққан бір ауыз сөз бар. Мен туғанда менің анам ұл тудым деп қалжа жеген. Еркекті тудым деп. Еркек бала. Сондықтан мен анамның атын менің фамилияма қосып алғанмын, білесіздер ғой. Менің фамилиям Ақжарқын, менің анам Тере Сәрсенбек. Сол екеуден шыққан баламыз. Қолымыздан келгенше жасадық, мінекей риза болып жатыр. Құдайберген ағалар бар, басқалары бар. Біз енді сол осы 25 жылдың ішінде қаншама елге керемет шуақ шаштық қой. Қандай жаңағы жұлдыздарды шаштық, жылу бердік, махаббатты сыйладық. Соның барлығы. Меніңше, ол театрдың 25 жылдығы, ол біздің ғана тойымыз емес, ол сіздердің тойларыңыз, ол бүткіл қазақтың тойы, ол бүткіл осы Қызылжар жерінің тойы. Сондықтан тойларыңыз құтты болсын, мен тағы да айтарым, ұзағынан болсын, айтарым, енді сол 100 жылдықта кездесейік. Рахмет. Рахмет аға. Рахмет аға. Оразалы ағамен бұл әңгімелерді біз кеше бастап кеткенбіз. Кеше басталып жатыр. Кеше таңертең самолеттен түскеннен басталған әңгіме, сол күні бойы басталған әңгіме түнде түсімізге кіріп,
Содан бұл екінші күнге жалғасып жатыр. Яғни жалғасы бар, кешке де болады, шарадан кейін дастарханда да болады. Аға, әңгімеміз таусылмасын. Сол ғой, бір-бірімізге. Алла разы болсын, қуат берсін. Біздің мақтанышымыз осы Оразалы ағамыз бізді сахнаға қалыптастырған, мектепті қалыптастырған, тәртіпті қалыптастырған, өнерге деген, ролімізге деген көзқарастардың қалай болу керек екенін барлығын қалыптастырған. Одан жаман болған жоқпыз аға. Қазір біздің соңымыздан мінекей 2005 жыл Самал, Дәурендер келді жігіттер. Одан кейін сол біздің Асылхан, Әділжан, Нұрбол, Тұрақ, Дулат, Гүлназ, Мақпал, Жанар деген көп жігіттер. Мен қазір мақтанып тұрып айта аламын, Оразалы аға, сіздің салған мектебіңіз ұстаздық енді оқу алып жүрген дәріс кезімізде біздің жаңа Татьяна Касымовна, Есімхан аға, Талас аға, мен Бекболат аға отыр ғой. Осы кісілерден бастап берген театрда жалғасқан мектептерді жаңағы мен аттарын атап айтқан кейбірі есіме түспей отқан шығар, сол жігіттер мен қыздар жалғастырып келе жатыр. Бір қуантатын сол. Ал бұлардан кейінгі келе жатқан жігіттер мен қыздардың барлығына закулисом сахнаның артында отырып, бұларға осы жігіттер айтып жүр қазір. Сондықтан үзілген жоқ. Сол тәртіп, сол мектеп, Құдайға шүкір. Енді рұқсат болса, мен келесі сөзді Бекболат ағама беріп келіп отырып, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актер, режиссер, ұстаз аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызылжар елі. Әдемі естеліктер айтылып жатыр. Оның бәрі көз алдымызда өтті. Құдайберген ағаның айтқаны, Орекеңнің айтқаны, ал менің айтатыным осы тұңғыш шәкірттерге. Сендерде марқұм Татьяна апайларының, Талас ағайларының, Есімхан ағамның, не менің ғана арманым емес, бүткіл мемлекеттік институтқа түсіп ұлттық академияны бітірдіңдер. Сол академияның бүткіл ұстаздарының сенімін ақтадыңдар. Міне Нартай отыр, Нұрғанат Жақыпбайдың шәкірті, Махметәлі екеуі, Балашқа екеуі. Кейіннен басқа да ұстаздардың Самалдар келді, Дәурендер келді, онан кейін тағы да шәкірттер келді. Ал кейін сонау Оралдан келіп жатыр. Осы жерден бітіріп, осы сендердің шәкірттерің бүгін ел аузында жүр. Оның бәрі ұстаздардың еңбегі. Сол қаңтар айында Алматыда миллениумды өткізіп, ғасырлар тоғысын тойлап, сол қаңтар айының соңына қарай Петропавлға келдім. Содан диплом бергенше осы балалардың қасында болдым. Сонда есімде қалғаны бір облыстық телеарнада кездесуде Құдайберген аға үлкен журналист ақсақал сұрақ қойып еді. Бауырым, балалардың ұстазы екенсің. Бірақ мынаның ішінде біздің өңірден бала жоқ екен. Ертең бұлардың дипломын беріп, ұстаздар қайтып кеткеннен кейін 70 жылға жуық күткен театрымыздан айырылып қалмаймыз ба деді. Сонда аузыма түскен сөз, құрметті үлкен кісі, ол сіздерге ел ағаларына байланысты, елге байланысты, елді басқарып отырған ел азаматтарына байланысты. Осы балаларды қалай құшақ жая қарсы алдыңыздар, осылай мәпелеп өсірсеңіздер, театрларыңыз ары қарай жалғаса береді. Бұлар кетпейді деп едім. Сол айтқаным келді. Ең соңғылар кеше ғана театрдан кетті. Өмір ғой ол. Бірақ театр аяғына тұрды. Осының кірпішін қаладыңдар. Міне сол бірінші буыннан бір жаңғапты осы жерде, осы театрдың отымен кіріп күлімен шығып жүрген. Ал сендер осы театрдың кірпішін, фундаментін қалап кеттіңдер. Оның бәрі жаңағы ұстаздардың арқасы. Оның кейін осы театрға келіп өзінің жолын бастаған сонау Маман Байсерке ұстазымның шәкірті Фархат. Осы жерден оның жұлдызы жанды. Осы жерден ол өзінің режиссерлық формасын тапты осы театрдан. Сондықтан сендер тек өздерің емес, арттарынан келген жастарға емес, көп режиссерларға да, актер да кейде сабақ береді.
сендермен бірге режиссер да өседі. Режиссер кім ол? Актер болмаса. Сондықтан ұлы мәртебелі. Ал енді бүгін кеше ғана Түркістаннан балалар алыпсыңдар. Үйреніңдер. Бұл жақтың жері суық болғанмен жүрегі жылы жер. Бұл қазақтың керемет жері. Сондықтан ешқайда кетпеңдер. Осы жерге тастай батып судай сіңіңдер. Сонда қазақ театры, ал театр халықтың бейнесі, бетпердесі. Абай айтқандай өзгеге көңілің тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Өнерлерің жалғаса берсін. Театрдың ширек ғасырлық ғұмыры құтты болсын. 46 жасында осы балалармен келгенім, біз де 70-тен асып кетіппіз. Бірақ әлі сендерді көрсем, мен де сол 46 есіме түседі. Сондықтан ешқашан қартаймаңдар, ешқашан жүрек қартаймасын. Ал ел сендерді ала. Фестивальдерде өнер көрсетіп, біздің осы қандай бағытта кетіп бара жатырмыз, бүгінгі спектакліміздің формасы қандай, деңгейі қандай, актерлық құрам, режиссура толып жатқан факторлардан тұратын үлкен дүниелерге сарап жасайтын Меруерт Жақсылыққызы, Жақсылықова Меруерт ханым келіп отыр. Бір ауыз сізден осы ниет тыңдасақ. Көп рахмет. Қайырлы күн, толшыл қауым. Бүгін міне шын мәнінде ақ түйенің қарны жарылған күн деп есептеймін. Себебі ширек ғасыр, бір қарағанда 25 ғасырлық тарихы бар. Әлемдік театрдың бір ұшында ғана тұрған сияқты, бірақ осы театрдың кірпіші қаланып, шаңырағы көтерілуінің қаншалықты қиын болған, ауыр болған, барлығымыз теңдей отырып тыңдадық. Енді шын мәнінде Қызылжар елі бұл қазақтың жалпы геосаяси картасын ойлап қарасақ, ең маңызды, ең қажетті, ең осы елдің болашағы үшін маңызды тұлғалардың барлығы өмірге келген мекен. Оны тарихтан жақсы білеміз. Қазір ойлап, барлап қарап отырсам, мынау Қожаберген жыраудан бастап, одан кейін Мағжан дейміз, Міржақып дейміз, Сәбит дейміз, Ғабит дейміз. Қарап отырсаңыздар, бұл аймақ өте киелі аймақ. Енді осындай киелі аймақта өзінің тілінде сөйлейтін, ұлттық төл тілінде сөйлейтін театрдың болмауы, әрине бұл ұзақ жылдар бойы арман болып, одан кейін аңызға айналып, аңыздың дәл қазір біз шындыққа айналған тұсына тура келіп отырмыз. Сондықтан да мен өзім бұл театр мен үшін де аса маңызды, бәлкім уақытымды бөліп келуімнің басты себебі сол шығар деп ойлаймын. Себебі жалпы осы сыншылық жолға түсуде ең бірінші мен өзімнің фестивалімді ең бірінші Қозы Көрпеш Баян Сұлуды көрумен бастаған осы театрдан. Сондықтан да бұл да бір Алладан берілген белгі шығар деп қабылдап отырмын. Енді жаңа Құдайберген ағаның сөзімен жүрегіме көп ой салды. Шын мәнінде орыстануға шақ қалған осындай аумақта тақырдан там тұрғызып, анау 140 жылдық тарихы бар сондай алпауыт халық дейік енді, жасырып айтқанда, соларға дес бермей, өзінің ұлттық мұрасын насихаттайтын, ұлттық тілінде сөйлейтін спектакль жасау, бұл шын мәнінде батырлық. Иә, анау қазағы, қаймана қазағы көп, оңтүстік жақта болмаса, басқа жақта ол шын мәнінде бір кезекті іс шығар. Ал бұл жерді қарасаңыздар, бұл кісілердің миссиясы өте үлкен болған, және жауапкершілікті миссияны шын мәнінде ойдағыдай жүзеге асыра алған. Осы театрдың жалпы осындай бір мерейлі сәтте, жауапты сәтте үлкен өздерінің біз 25 жылда, ширек ғасырда не атқардық, неге қол жеткіздік деп өздері сауал қойып, мынау негізін салушы актерлерді жинап әңгіме қозғап отырғаны, менің ойымша бұл жалпы біздің театр қауымы үшін қажетті әрі маңызды нәрсе деп білеміз. Енді
шын айту керек, қазір Қазақстанда Аллаға шүкір 70-тен артық театр бар дейміз. Шын мәнінде ол театрлардың кез келгенінің өзінің стилі, өзінің бет бейнесі, өзінің үні бар, бір-біріне ұқсамайды. Және сол қасиеті болар. Қазір біздің жалпы мынау әлемдік деңгейдегі театрлармен таласқа түсе алатын, солармен терезесі тең театр жасап отырғаны, және солардың мынау үздік ондықтың қатарында осы біз мерейтойын атап жатқан Сәбит Мұқанов атындағы сазды драма театрының болуы бұл әрине өте бізді қуантады. Енді театрдың жетістіктері туралы дәл қазіргі заманауи сахналық тілді, заманауи халықтың үнін көрсете алатын қабілеті, жасырып айтпай-ақ қояйық, оны республикалық театр фестивальдерінен, халықаралық театр фестивальдерінен біз үнемі көріп, бағасын беріп, және көзайым болып жүргеніміз анық. Яғни бұл жерде жалпы сыншылар тарапынан осы үздік театрлар дейтін болсақ, әрине біз Сәбит Мұқанов театрында не болып жатыр екен, қандай жаңалық болып жатыр екен деп елеңдеп отыратынымыз анық. Себебі олар жасаса, олар спектакль әкелсе, жай дүниені әкелмейтінін біз іштей сезіп отырамыз. Енді театр осы уақытқа дейін Египетте, Румынияда, Қырғызстанда, Грузияда, Хакасияда халықаралық театр фестивальдеріне барып, шын мәнінде өздерінің өнерлерін, былайша айтқанда, халықаралық деңгейде паш етіп, өздерінің жүлделі орындарын алып келіп отыр. Енді бірақ солардың ішінде мен айтар едім, осы қазіргі сахналық тілде бізде заманауи ізденістерде өзіндік ізін қалдырған нақты осы Сәбит Мұқанов театрының спектакльдерін атап кетуді жөн деп санап отырмын. Енді жаңа айтып өтті, бұл ең алғашқы мен өзім осы Қозы мен Баянды көргенде, ол кезде бізде Назгүл мен Біржан Талшыбықтай сондай бір үріп ауызға салғандай деген бір теңеу бар ғой. Қозы мен Баян сахнаға жалт етіп шыққанда, мен шын айтайын, осы романтика деген осы екен ғой деп шынайы сеніммен, сезіммен қайтқан болатынмын. Одан кейінгі менің осы фестивальде кездескен бір спектаклім, ол Мәңгілік бала бейне болды. Осы Шахмет Құсайыновтың 100 жылдығына аймақтық фестивальге алып келгенсіздер. Сол кезде мен көз алдыма бірден анық қалған нәрсесі, ол осы театр жастарының, жас демей, жасамыс демей, үлкенді де ойнайсыздар, жасты да ойнайсыздар, баланы да ойнайсыздар. Осы бір қабілеттеріңіз мен көз алдымда әлі тұр десем де болады. Енді осы Мәңгілік бала бейне сіздердің репертуарларыңызда көп сақталған жоқ, алайда талай адамның жүрегінен өзіндік орын алғанын мен дәл қазір пайымдап түсініп отырмын. Енді тағы бір сіздермен қауышқан ерекше бір спектакль, ол Даунуэй, Олег Багаев, ол Болат. Сіздерде осы 2012 жылы ізденісіздермен деп біз театр одағында мен істеп жүрген кезім болатын. Осы спектакльді қараған кезде ол жерде марқұм Болат Атабаев шалқасынан құлап спектакльдің соншалықты бір ерекше әсермен көргенін мен Болат ағаның эмоциясына қарап екінші спектакль көріп отырғандай есімде қалыпты. Ол жердегі Мәншүктің, Нартайдың, Мұраттың ойындары үздіктердің қатарына көрінген. Ол спектакльдегі заманауи үн, қазіргі біздің замандастарымыздың кескін келбеті, ол ерекше қабілетпен жасалды, және сіздер соны жоғары актерлік шеберлікпен жеткізе білгендеріңізбен жалпы театрдың тарихында қалдыңыздар деп есептеймін. Одан кейін менің келесі бір селт етіп осы елең еткен бізді спектакль, ол әрине Шолпанның күнәсі, Батырдың жұмысы. Батырды жалпы режиссер ретінде мен сол жұмыспен таныған болатынмын. Рүстем Есдәулетовтың жаңағы құрметіне арналған режиссерлік фестиваль болатын. Сол кезде шын мәнінде мен бұл жерде қазір
Гүлдананы үнемі шолпан деп танимын, Гүлдана деп айтпаймын, мен оны шолпан деп айтамын. Неге мен кейіпкер есімде қалғанда, сондықтан да осы шолпанның соншалық бір нәзіктігімен, оның психологиялық тереңдігімен бере білген қабілетіне әрине осындай рөлдері көп болса екен деп іштен үнемі тілеп жүремін. Одан кейінгі келесі бір өзіме, енді ол күллі Қазақстан деп айтсақ артық емес шығар, себебі Қарагөз саунд драмасы шын мәнінде бізге театрға құбылыс болып еніп, жалпы қазіргі біздің заманауи сахналық тілдің өзгеруіне, трансформациясының өзгеруіне әкелген осы Қарагөз спектакль деп нақты айта аламыз. Ол жерде әрине қазір сіздер ме ойнап жүрген жоқсыздар ма білмеймін, репертуардан түсіп те қалуы мүмкін, бірақ бұл спектакль жалпы біздің қазақы менталитетімізге жаңаша бір көзқараспен қарау, яғни ұлттық дәстүр мен заманауи жаңашылдықтың арасындағы бір алтын көпір бола білген қойылым болды. Сонысымен бізге қызық болды, және сонысымен өтірік айтпай қойын, Қарагөзді жазбаған сыншы жоқ. Кез келген біздің дипломдық, магистрлік, докторлық диссертацияларымызды оқысаңыздар, соның ішінде сіздер жете қабыл танысасыздар деп ойлаймын. Енді тағы осыдан кейінгі менің көрген есімде, көкірегімде сайрап қалған қойылымдардың бірі бұл Жындының жазбалары. Әрине Асылханды мен осы рөлмен таныдым, және оның ешкімге ұқсамайтын табиғаты ерекше актерлік рөлі. Бұл жұмыс туралы да біздер өзіміздің диссертациямызда, жұмыстарымызда жаздық. Асылханға береміз, оқиды деп ойлаймын. Және Думанның алғашқы жұмысы болатын. Думанға да осы сәт сапар тіледік, себебі шын мәнінде осы заманауи сахналық тіл дегенді бекер айтып отырған жоқпын, себебі ол дәстүрлі тілден ерекше. Бұл жерде жаңағы актердің бейне сомдауындағы өзгерістен бөлек, бұл сахнаның жасаулауы, сахнаның жаңа жарықпен көмкерілуі, және үнемі бейвербалды тіл арқылы берілетін бұл өмірлік астар, осы образ арқылы өмірлік астар біле беру, яғни халықтың жүрегіне үн тастай білу қабілеті сіздердің театрдың актерлерінде үнемі бірінші планда тұратын, осы ізденістің көрсеткіші бола білетін бірден бір жетістік деп есептейміз. Енді әрине Барзу Абдыразақтың Қарапайым адамын да көрдім. Ол спектакльде өздеріңіз білесіздер, Балауса экспериментальдық театрлар фестивалінде халықаралық деңгейде жүлдесін алып, соншалықты бір елді елең еткізген қойылымдардың қатарында болатын. Енді әрине театр өмірді, жалпы әлемді танудың бір құралы, тәсілі ғой шын мәнінде. Қазір сіздердің перформанстармен, сіздердің саунд драмамен, сіздер драма, комедия, барлық жанрда жұмыс істеп жатқандарыңыз бізге өте ұнайды, және сол бір ізденістің көрсеткіші деп танимыз. Сонымен қатар сіздердің театрдың тағы бір ерекшелігі, жалпы сіздер театрлық коллаборацияларға өте дайынсыздар, бейімсіздер. Жаңағы шетте жатырмыз деп өз қазандарыңызда қайнамай, әртүрлі театр режиссерлерімен жұмыс жасап жатқандарыңыз өте қуантады. Соның ішінде менің түсіндігімде дәл қазіргі біздің жалпы дәстүр мен заманауи театрлық тіл дейтұғын болсақ, осының жаңа бір модель ретінде дүниеге келген бұл Мөлдір махаббат спектакль деп танимын. Мен өткенде Түркістанда көрдім, мен тәнті болдым. Мен жалпы осы конференцияға келудің негізгі мақсаты сол емес. Сол спектакль екінші рет көргім келіп тұр, және жүрегіммен, жаныммен соны бір қабылдап, ішінен бір ерекше сезім, ол жерде бәрі бар. Сондықтан да бүгін өздеріңіз көріп тамаша болғаннан кейін амандық болса, бұл туралы міндетті түрде рецензия болады. Бұл біз үшін, жалпы қазақ өнері үшін осындай спектакльдер керек. Бұл ойламаңыздар бір облысының ғана жеңісі деп, жалпы бұл қазақ өнерінің жеңісі. Сондықтан да мен болашақта театрға осындай ізденістер көп болса екен, сіздердің сүйікті көрермендеріңіз көбейе берсе екен деген ақ жүрегіммен тілегімді тілеймін. Жалпы жаңа айттым ғой, арманды аңызға айналдырып,
аңызды шындыққа айналдырған осында отырған ағаларға, осында отырған алғашқы театр актерлеріне алғысымыздан басқа айтарымыз жоқ. Мың жасаңыздар, театрларыңыз жасай берсін. Рахмет. Рахмет, Меруерт ханым, көп рахмет. Енді біз арнайы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің атынан келіп отырған ол бір жағы, екінші жағы мынау қазір бірер минуттан кейін біз осы шағын осы театрдың 25 жылдығына арналған бір кітап әзірлегенбіз. Үлкен емес, сондай бір қатты деп айта алмаймын, бірақ өзіміздің жаңағы сол 25 жылдық тарихы бар, кішігірім фотолар бар. Сондай бір кітаптың тұсаукесері болады. Сол кітаптың авторы Балжан қарындасымыз келіп отыр, Бекмағамбетова. Бір ауыз осы тұсаукесердің алдында лебізіңізді тыңдасақ, содан кейін кітаптың тұсауын кесейік. Солай емес пе? Қайырлы күн, қадірлі өнерсүйер қауым, құрметті әріптестер. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Театрдың 25 жылдық тойы құтты болсын, театрдың ғұмыры ұзақ болсын деп тілеймін. Енді қазір алдарыңызда тұсауы кесілгелі тұрған кітабымның негізгі жазудағы мақсатым осы театрдың кешегі бүгінгі тарихын, сол театрдың құрылғандағы басы қасында болған азаматтардың еңбегі туралы жазуды жөн көрдік. Одан кейін бұл кітапта алғашқы қарлығаштар деп аталатын тарау бар. Сонау 2000 жылы үлкен бір жүрегінде сеніммен жастықтың оты алаулап Қызылжарға келіп жеткен осы алдарыңызда отырған, негізін қалаған актерлердің өнер баяны, өнер жолы туралы сыр шертіледі. Бұл кісілердің еңбегі ерен, тақыр жерден театр туғызған азаматтар. Сондықтан той құтты болсын, және кітаптың жарыққа шығуына мұрындық болған, сенім білдірген осы театрды тізгіндеп отырған талантты актер, білікті басшы Біржан Нұрмаханұлына зор алғысым білдірем. Және кітаптың шығуына сенім білдіріп, бағыт берген, идея берген театрдың сол кездегі бас режиссері, көркемдік жетекшісі Шамбетов Батырбек ағама зор алғысымды білдірем. Рахмет. Ал енді рұқсат болса ортаға жігіттер. Ал бісміллә деп Құдайберген аға, өзіңізді ортаға, Бекболат аға, Оразалы аға, Досбол Жанш, келіңіздер қыздар. Ал бұл енді алғашқы кітабымыз, қатты сынамаңыздар, сөге жамандамаңыздар. Бұдан да жақсартып, сапалы қылып шығарамыз, алдыда бұйырса әлі. Ал бісміллә, қошеметтеп қойыңыздар. Сізге ой шіркін, бір-бірден алып фотоға түсейік. Жасыл түс болсын әрқашанда. Өміріміз осында әлем болсын. Ал құтты болсын. Енді бұл кітап барлығыңызға дерлік таратылады. Сондықтан қазір енді мына жерге санаулы ғана алып келдік кітаптарды. Сондықтан барлықтарыңызға таратылады бұл міндетті түрде. Ой, не деген идея. Жоқ, бұл енді барлықтарға жасып бір кітапқа жасайды. Музейге тапсыру. Асқар, Асеке. Әке, рахмет. Ал енді құрметті
бізді қолдап келген жандар, барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Қазір үште спектакліміз болады, кеште үлкен шарамыз болады. Соның барлығында шаршамаңыздар, бірге болыңыздар. Көп рахмет. Mana. Естелікке болсын да.